Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің арнамның қонақтары. Бүгін сіздермен біз мынандай бұрыштың науқанында әдемі ішіне ет қосылып пісірілетін бұрыш тағамын жасауға кірісеміз. Оны сіздер күнде жасап жүрсіздер, мен оны білемін. Мен де оны бұрыштың науқанында көбірек жиірек жасаймын. Бүгін сіздермен біздер болып жасап көрейік. Бұл тағамды пісіру үшін көріңіздер қандай әдемі бұрыштар алдым. Бұрыштың науқанында сары, көк, қызыл 1 килодай. Содан кейін мынау жарты килодай сәбіз алдық. Сосын 2 бас пияз алдық. Пияздың біреуін тураймыз да сәбізбен қуырып жібереміз, біреуін блендерден өткізіп мынау фаршымызға қосып жібереміз. Бұл сондай сүйкімді тамақты пісіру үшін бізге 1 килодай бұрыш алдық. Бұрыштың науқанында қараңыз, сарысы, мынау қызылдары, көгі, кәдімгі жасыл түрі. Сосын бізге 800 граммдай сиырдың етін алдық, ет жеккіштен өткізіп алдық әдемілеп. Енді бізге жарты килодай сәбіз керек. Сосын 2 бас пияз керек. Біреуін сәбізбен әдемілеп турап қуырып аламыз да, біреуін мына сарымсақпен қоса блендерден өткізіп аламыз. Сосын мынау 150 граммдай күріш алдық. Оны күрішті аз көп қосам десеңіз өздеріңіз білесіздер. Содан кейін 150 граммдай томат алдық. Томат пастасы керек. Сосын бізге 3 помидор алдық. Оны біз 4 помидор. Оны біз кесіп, тіліп суға сап қойдық. Міне қабығынан ажыратып алайық дедік. Ажыратылуға дайын тұр. Сонан кейін тұз, бұрыш, дәмдеуіштеріңізді қоса береңіз. Қазір енді бәрін тазалап. Ол екі ортада сәбізіміз бен пиязымызды 15 минуттай қуырып аламыз. Сосын үстіне томатын, помидорын салып, бәрін 20 минуттай уақыт кетеді. Міне 15 минуттай қуырылды, осы жетеді. Енді өшіріп қоямыз, бірақ суысын, бұдан қазір жартысын шеккен етке қосуымыз керек. Сондықтан сәл суығанын күтеміз. Міне мына бұрышын, тұзын, пиязын, күрішін, мынандай базилигін, сосын мынандай әдемі дәмдеуіш қостық. Универсальная приправа дейді. Өзіңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса беріңіздер. Енді мынау жаңа қуырылған сәбізбен томат, пияз, соның жартысын аламыз. Көбісін алмаймыз, себебі көбісі қазанға кетеді. Кішілеу жағын аламыз. Енді осының бәрін араластыру керек. Қазір араластырып, мына әдемі бұрыштарға сала бастаймыз. Міне бәрін араластырып қойдық. Енді мына әдемі тазаланған бұрыштарға сала беру керек. Бір айта кетерлігі, бұрыштың бет-аузын бәрін толтырып салмаңыздар, себебі күріш піспеген. Күріш піскен кезде көтеріледі. Сондықтан кішкентай орын қалдырыңыздар. Міне мынадай етіп. Мынау қызылын салайық. Қазір аяғына дейін әдемілеп. Бұған да орын қалдыру керек. Бетінен болса ана күріш көтерілген кезде, піскен кезде піспей қалуы мүмкін. Сондықтан мынандай орын қалдырып дайындай беріңіз. Міне бұрыштарымыздың ішіне бәрін салып қойдық. Кішкентай ет артылып қалып еді. Міне кішкентай тефтелей жасап жібердік. Қазір сорпаның бетіне салып жібереміз. Қазір олар қазанға барады. Міне қалған соусымызды әдемілеп қазанға әкелдік. Қазір бұған кішкентай қайнаған су жібереміз дағы. Бұрыштарымызды сала береміз. Міне қазанның асты қайнап жатыр, бірақ үсті көріп тұрсыздар, суға батпай тұр. Суды батыру керек. Қайнаған сумен үстінің бәрін судың астында тұру керек. Қазір суын құяйық. Міне суын құйдық. Міне көрдіңіздер ме, бәрі батып тұру керек. Бұл жерге тұз, бұрышын, дәмдеуіштерін қосуыңыз керек. Енді бір 40 минуттай қайнайды, жай отта. Міне қандай көркем әдемі тамақ, сүйкімді тамақ дастарханға келді. Ішінің бәрі піскен, 40 минутта күріште піседі, бәрі де піседі. Сондықтан міне дәмі өте керемет. Сорпамен ішсеңіз де сорпасы сол күйінде тұр астында. Сорпасы дастарханға қойсаңыз да бәріне лайық тағам. Сондықтан жасап жүріңіздер. Бұрыштың науқанында жасап та жүрген шығарсыздар. Мен көбірек жасаймын бұны бұрыштың науқанына. Сондықтан кем-кетігін айтыңыздар. Мен мұндай едім, мынандай қылып пісірер едім деп айтыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.